Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге қысқа нұсқа каналы. Бүгін мен сіздерге «Чудо в камере номер 7» деп аталатын фильмді айтып беремін. 2013 жыл. Жас адвокат қыз Йосин әкесінің бұрынғы қылмыстық ісін қолына алуда. Сонымен қатар ол түрме басшысында әке деп атайды. Далаға шыққан қыз ұшып бара жатқан шарға қарап ойланып тұрады. Содан кейін ол екі шаманның алдына келеді. Әлгі шамандар қыздың өмірі туралы ештеңе тауып айта алмайды. Есесіне қыз оларды өте жақсы танитын еді. Мысалы, олардың бірінің қызының есімі Бомсом екенін жақсы біледі. Үшеуі шіркеуге келеді. Уағыздаушы және қасында пианино тартып отырған адам қызды бірден таниды. Осыдан кейін бесеуі бірігіп сот залына келеді. Әлгі түрме басшысы оларға келіп амандасады. Ескі істі қайта қарау процесі басталады. Айыпталушы Ли Йон-гуға кішкентай бір қызды ұрлап кетіп, оны өлтірді деген айып тағылған. Тергеу комитеті де қылмыскердің айыбын дәлелдеп шыққан. Бірақ Йосин істі қайта қарауды талап етуде. Оның ойынша айыпталушы негізсіз айыпталған. Біз 1997 жылға ауысамыз. Біздің кейіпкеріміз Йосин 6 жаста. Ал Ли Йон-гу болса оның ақыл-есі дұрыс дамымаған әкесі. Ол қызына магазинде тұрған әдемі рюкзакты ертең алып беруге уәде береді. Бірақ осы сәтте олардың көз алдында рюкзакты басқа бір қыз сатып алады. Ли Йон-гу әлгі қызға барып рюкзакты алмақшы болады, бірақ осы сәтте қыздың әкесі қызына қол тигізген үшін Ли Йон-гудың бетінен шапалақпен тартып жібереді. Кешкісін әкесі қызына оқу жылы басталмастан алдын тура сонда рюкзак алып беруге уәде береді. Ертеңіне таңда қызы жұмысқа кетіп бара жатқан әкесінің киімін жөндеп жұмысқа шығарып салады. Жұмыста Йон-гу айлығын алып санап отырады. Сол сәтте оның қасына әлгі рюкзакты сатып алған қыз келіп, тура осындай рюкзактың қайда сатылатынын көрсететінін айтады. Адам қыздың ізінен жүгіріп оған еріп кетеді. Бірнеше минуттан кейін өтіп бара жатқан бір әйел Йон-гудың әлгі қыздың шалбарын шешіп, аузынан сүйіп жатқанын көреді. Кешкісін кішкентай Йосиннің әкесі сол бойы жұмыстан келмейді. Оны тұтқынға алған болатын және үйіне жібермей жатады. Адам не болып жатқанын түсінбейді. Есік алдына көптеген журналистер жиналады. Әлгі қайтыс болған кішкентай қыз полиция комиссарының қызы болып шығады. Полиция қызметкерлері Йон-гуға мән-жайды айтып беруін талап етеді. Бұл жерге Йосин да жетіп келеді. Йон-гу қылмыстың қалай болғанын кукла арқылы көрсетіп береді. Ол бірінші қыздың кеудесінен басып, содан кейін аузынан дем беріп, содан кейін шалбарының түймесін ашады. Адамдардың барлығы айғайлап кетеді. Олар Йон-гуды қызды зорлаған деп түсінеді. Машинада Йон-гу қызына міндетті түрде қайтып келемін деп айғайлайды. Жас күзетші түрме бастығына оларға бүкіл қала шулап айтып жатқан қылмыскерді алып келгенін айтады. Йон-гу бөлмеде тұрған телефонды көріп, бірден телефонға жабысып, қызына хабарласпақшы болады. Түрме бастығы бірінші адамға телефонды ұзатады. Содан кейін оны осы телефонмен басынан қатты ұрып тастайды. Йон-гуды бізге фильмнің басынан таныс болған адамдардың камерасына алып келеді. Ол кезде уағыздаушы түрменің паханы болатын. Шулер жаңа келген адамға өзін таныстыруын айтады. Маму кесарили. Моя голова не пролазила. Барлығы түсінбей қалады. Пахан Ашкарикке адамның не үшін қамалғандығы туралы оқуын айтады. Пахан адамның жасаған қылмысын естігеннен кейін оны ұра бастайды. Содан кейін барлығы жабылып, адамды аяғымен теуіп қорлайды. Сонымен қатар олар оған саған өлім жазасын бергені жақсы болған екен деп айтады. Бұл уақытта Йосинді балалар үйіне алып келеді. Түрме аумағында футболға арналған доптар шығарылатын еді. Доп жасалып жатқан кезде Ашкарик доптың ішіне бірдеңе салады. Содан кейін пахан күзетшіге көзін қысып, допты қорғанның ар жағына лақтырып жібереді. Бірнеше секундтан кейін допты қайтарып лақтырып жібереді, бірақ бұл басқа доп еді. Түрменің тағы бір бастығы паханның сазайын бергісі келеді. Паханға қауіп төніп тұрғанын көрген Йон-гу ортаға араласып паханды құтқарып қалады. Шабуылдаушылардың сазайын берген пахан енді Йон-гуға өз алғысын білдіріп, оның тілегін орындағысы келеді. Говори, что хочешь. И сын. Чего? Иисус? Иисус? Қылмыскерлерді шіркеу қорының ұйымдастырылған кешіне алып келеді. Ән айтушылардың ішінде Йосин де бар еді. Қыз бұл жерге кездейсоқ түсіп қалмайды, мұның барлығын пахан ұйымдастырған болатын.
Енді паханның адамдарының бірі коробкаға салынған қызды тележкаға артып алып келе жатады. Қорқып кеткен адам күзетшілердің алдында коробканы аударып алады. Бірақ бір амалын тауып ол коробканы камераға алып келеді. Қыз булочкалар салынған коробканың ішінен шығып, әкесін көріп қатты қуанып кетеді. Йосин әкесін құшақтап, сен қайда кетіп қалдың, мен сені өте қатты көп күттім деп ұра бастайды. Бұл жағдайдың барлығынан қорқып кеткен Шулер барлығын айтып беруді шешеді. Ол айғайлап күзетшіні шақырады. Күзетші келген сәтте Шулер айтып берейін деп жатқан кезде қыз оның қолынан тартып, оған айтып бермеуін өтінеді. Қыздың мөлтілдеп тұрған көздерін көріп шыдай алмаған Шулер күзетшіден жай ғана нан сұрайды. Адамдар мына есуастан қалай бұндай әдемі ақылды қыз туылған деп таң қалуда. Ал Йосин болса өзінің жақсы әкесінің түрмеде не істеп жүргенін түсінбейді. Они все плохие. А папа твой хороший. Қыз әкесінің қасында 2 сағат уақыт өткізуі керек болатын. Бірақ қордың ішінде бір бала ауырып қалған соң, оларға тез арада кету керек болады. Қызды алып келген адам оны коробкаға салып, қайтарып алып кетіп бара жатады. Бірақ өкінішке орай машина жүріп кетіп, ол қызды салып үлгермейді. Әкесі қызының камерада тағы біраз уақыт қалатынына өте қатты қуанады. Шулер барлығынан қатты қорқып уайымдап отырады. Ал Ашкарик болса қызды 2 күннен кейін мереке күнінде үйге қайтаруды жоспарлайды. Олар мерекеге орай қордың қайтып келетініне сенімді еді. Түнде Йосин әкесіне соттың алдында қорқпай нақты жауап беруін айтады. Кешкі тексеру барысында олар ұсталып қала жаздайды. Күзетші бір қыздың даусын естігендей болып камераға тексеруге келеді. Бірақ адамдардың бірі күзетшіге өзінің жылап отырған даусының осылай шығатынын айтады. Қызды үйіне қайтару операциясы басталады. Адамдар күзетшілердің назарын аударып тұрғанда пахан қызды құпия түрде актовый залға алып келеді. Бірақ бұл жолы христиандық қордың орнына түрмеге буддизм дінін ұстанатындар келеді. Кеште түсірілген суреттерді қарап отырған түрме басшысы суреттердің бірінде кішкентай қыздың жоқ екенін байқап қалады. Бұл уақытта қатты қорқып отырған Шулер қыздың шашын алып буддизм монархтарының ішіне қосып жіберу керек еді дейді. Камераның алдына күзетші жүгіріп келеді. Адамдар күзетшіден қызды жасырып қала бергенде қызды түрме басшысының өзі көріп қалады. Түрме басшысы Йонгуды далаға шығарып соққыға ала бастайды. Осыдан кейін күзетшілер барлық камералардағы адамдарды шығарып тексере бастайды. Ал Йонгуды болса аяқ қолын байлап қараңғы камераға қамап қояды. Қылмыскерлердің бірі бұл жағдайды естіп шум көтереді. Ол бірнеше күн бойы бір қылмыскердің қызы қасында өмір сүргеніне көндіге алмайды. Өйткені оған әкесімен бірнеше минутқа да кездесуге болмайтын еді. Адам түрменің бензин сақталатын қоймасына кіріп, ол жерді өртеп әкесімен кездестіруін талап етеді. Түрме басшысы әлгі ақымақ өзін қамап қойған бөлменің есігін сындырып ішке кіреді. Ол әлгі адамды құтқаруға тырысып жатады. Осы уақытта Йонгу екеуінің жерде жатқанын көріп, оларды құтқару үшін ішке кіріп кетеді. Түрме басшысы ауруханада есін жияды. Оны қасында зорға демалып жатқан Йонгу құтқарып қалған еді. Балалар үйінде Йосин мұғалімінің қасына келіп, әкесімен кездесуге апаруын сұрайды. Тек осылай ғана қыз өз әкесін көре алатын еді. Уақыт тез өтіп кетеді және оларға қоштасу керек болады. Бұл жағдайдың барлығын сырттай түрме басшысы бақылап тұрады. Кешкісін түрме басшысы өзінің ұлын есіне алып отырады. Осы сәтте оған Йосиннің тамақ жемей больницаға түсіп қалғанын хабарлайды. Больницаға келген басшыдан Йосин өзін тұтқындауды сұрайды. Осыдан кейін түрме басшысы бір нәрсе ойластырады. Түрме бастығы күзетшілерге тапсырма береді. Күзетші түрме бастығы арнайы жіберген коробканы номер 7 камераға алып келеді. Ал коробканың ішінен тамақ емес Йосин шығады. Йонгу түрме басшысына алғыс білдіру үшін тәттілер алып келеді. Басшы бөлмеде жоқ кезде Йонгу оның баласымен түскен суретін қарап тұрады. Заключенный. Да. За что убил ее? Камерада Йосин паханнан ертегі оқып беруін сұрайды.
бірақ Пахан оқи алмайтын болады. Түрме басшысы Ли Йонгудың ісіне қызығып қалады. Осы сәтте біз оның баласының қайтыс болғанын білеміз. Түрме басшысы Юсинді әкесімен қайтадан кездестіру үшін алып кетеді. Камерада барлығы Паханға әріптерді үйретіп жатады. Юсин өзінің сыныптасының телефонын сұрап камераға алып келген болатын. Шулер бірден өзінің аяғы ауыр әйеліне хабарласады. Әйелі оған қыз баланың дүниеге келгенін айтады. Бірақ камерада байланыс дұрыс ұстамайтын еді. Олар камераның ішін айналып жүріп байланыстың ең жақсы унитаздың қасында ұстайтынын біледі. Осылайша олар барлығы бірігіп Шулердің қызының есімін Бомсум деп қояды. Телефонның қуаты тек қана бір қоңырау шалуға жетеді. Күзетші Йонгуға оны соңғы сот отырысы күтіп тұрғанын және оған өте жақсы дайындалу керек екенін хабарлайды. Йонгу өзінің камераластарына жағдайдың шын мәнінде қалай болғанын айтып береді. Бірінші Йонгу жүгіріп келе жатып өзі құлап қалады. Одан кейін әлгі қыз да құлап басын жарып сол жерде қайтыс болады. Олар барлығы бірге жағдайдың нақты қалай болғанын анықтауға тырысып жатады. Қыз құлайды, өйткені оның арқасындағы рюкзагы оны арқаға тартып кетеді. Бұл жағдай 27 ақпан күні орын алады. Осы кезде күн суық болғандықтан түрмеге келетін су қатып қалады. Ал базарда барлық жерде мұз болатын. Осылайша қыздың мұзға аяғы тайып кетіп құлайды. Бірақ сонымен қатар қыздың басында жарасы болатын және де қасында бір кірпіш жатқан еді. Олар қыз құлап бара жатып кірпіш байланған жіпті тартып қалып, кірпіш оның басына құлаған болу керек деп пайымдайды. Бірақ неге қыздың шалбарын шештің деп сұрайды олар. Ал Йонгу болса қыздың денесіне қан жүруін байламау үшін қыздың ременін шештім деп жауап береді. Ал әрі қарай Йонгу жұмыста үйреткендей алғашқы көмек көрсетеді. Мұның барлығы жүрек тоқтауындағы алғашқы көмектер болатын. 2013 жыл камерада бірге отырған қылмыскерлер сотта куәлік етуде. Бірақ прокурор бұрынғы қылмыскерлердің айтылған сөздерін мән бермеуді сұрайды. Ендігі куәлік ету кезегі түрме басшысына келеді. Осы сәтте біз тағы да 97 жылға ауысамыз. Түрме басшысы комиссардың алдына Ли Йонгудың ісін қайта қарауды сұрап келеді. Бұл сәтте камераластары Ли Йонгуда сотта қалай нақты және дұрыс жауап беру керектігін үйретіп жатады. Ли Йонгу енді барлық уақытта дайындала бастайды, ал камераластары болса оның жан-жағынан шығып сұрақтар қояды. Ли Йонгудың алдына адвокат келіп, таныс полиция қызметкері бар ма деп сұрайды. Да, полиция. Страшные люди. Қайтыс болған қыздың әкесі осы қорқынышты адамдардың бірі болатын. Түрме басшысы адвокатқа Йонгудың қылмыс жасағаны мойындап жазған қатын көрсетіп, бұл есі дұрыс емес адамның жазған қатына ұқсамайды деп айтады. Бірақ адвокатқа бәрібір еді. Осыдан кейін түрме басшысы автобуста Йонгумен бірге сотқа келеді. Ол Йонгуға сотта қызы үшін мықты болуын айтады. Сот отырысы басталады. Айыптаушылар Ли Йонгуды полиция комиссарының қызын кек алу үшін ұрлап кетіп, қызды зорлап соңынан өлтіргенін айтуда. Бұл уақытта айыпталушы Ли Йонгу үндемей отырады. Ол сот алдында полиция комиссарының оны ұрып қылмысты мойындауға мәжбүрлегенін есіне түсіреді. Сонымен қатар ол мойындамаса оның қызы Юсинді өлтіретінін айтады. Сот залына түрме басшысы Юсин және де оның мұғалімі кіріп келеді. Адвокат Йонгудан сен қыздың басынан кірпішпен ұрдың ба деп қайта-қайта сұрайды. Ақыр соңында Йонгу я ұрдым деп жауап береді. Мұны естіп ашуланып кеткен түрме басшысы соттан ақыл есі дұрыс емес адамның сөзін тыңдамауын сұрайды. Юсин адвокатты өз клиентіне қарсы жұмыс жасады деп айыптайды. Сонымен қатар мұның бәрі ұйымдастырылып әкесіне қылмысты мойындау үшін шантаж жасалғаны туралы айтады. Және де ол кішкентай қыздың өлімі басынан кірпішпен ұрғаннан емес асфальтқа құлағаннан болғанын айтады. Ол кезде Юсин кішкентай қыз болды және әкесін қорғай алмаған еді. Прокурор қылмысын мойындаған Йонгуға ең үлкен жазаны, яғни өлім жазасын тағайындауды сұрайды. Сот прокурордың айтқан сөзіне қосылып Йонгуға өлім жазасын береді. Енді Юсин түрме басшысының үйінде өмір сүреді және де әкесінен жиі-жиі хабар алып тұрады. Сонымен қатар ол әкесіне хат жазып тұрады. За целый час одно слово. Йонгуды өлім жазасына кесетін күн анықталады.
Бұл 23 желтоқсан болатын. Түрме басшысы Юсиннің мұғаліміне келіп, оны тағы бір рет түрмеге қормен бірге алып баруын сұрайды. Ол бірдеңе ұйымдастырған болатын. Түрмеде камераластары Йонгуды құтқару жолын ұйымдастырады. Енді олар үнемі тығылып бірдеңелер жасап жүреді. Юсин қормен бірге түрмедегі қылмыскерлерге өнер көрсету үшін келеді. Қыздар қылмыскерлердің қолдарынан ұстап, оларды аулаға шығарады. Ал аулада болса, камераластары осы уақытқа дейін дайындап келген үлкен ауа шары тұр еді. Олар балаларды шардың ішінен шығарып, Йонгуды қызымен бірге қалдырып, шардың жіптерін босатып жібереді. Бірақ қашып кету оларға бұйырмаған еді. Шардың жібі түрменің сымдарының біріне байланып қалады. Есесіне әкесі мен қызы күн батысын тамашалап, керемет уақыт өткізеді. Өлім жазасына тарту күні Юсиннің туылған күнімен сәйкес келген болатын. Юсин барлығынан сыйлық алып жатады. Ең басты сыйлықты оған әкесі сыйлайды. Бұл әлгі қызы армандаған рюкзак болатын. Юсин өзінің әкесіне әкесі болғаны үшін алғыс білдіреді. Ал Йонгу болса қызына қызы болғаны үшін алғыс білдіреді. Осыдан кейін Йонгу өзінің камераластарымен қоштасады. Олардың барлығы Йонгудың киіміне оны жақсы көретіндігі туралы жазады. Енді Йонгуға қызымен қоштасу керек еді. Қызы оны қатты құшақтап, енді келгенінде күнделігінде көптеген бестер алып келетінін айтады. Олардың арасын темір тор бөледі. Олар соңғы сәтке дейін бір-бірінен көздерін алмайды. Бір жамандықтың болатынын сезгендей қыз әке деп қатты айғайлап жібереді. Йонгу жүгіріп қызының қасына келеді. Ол қызын құшақтап қатты жылайды. Өлгісі келмейтінін айтқан ол түрме басшысына өзін құтқаруын сұрайды. Бірақ барлығы кеш болатын. Сот отырысының соңында Юсин өзінің әкесінің ақталуын сұрайды. Сот айыпталушыға қылмысты ұрып-соғу арқылы мәжбүри түрде мойындатылғанын, сонымен қатар келтірілген дәлелдердің айыпталушыны айыптауға жеткіліксіз екенін айтады. Осылайша Ли Йонгу өлім жазасына тартылған соң 16 жылдан кейін айыпсыз деп танылады. Юсин әкесінің суретіне қарап жылап тұрады. Көшеге шыққан соң қыздың көзіне әкесімен бірге шарда ұшып бара жатқаны елестейді. Я люблю тебя. Я люблю тебя. И я тебя люблю, папочка.